Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Ақжарқын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода біз петляларды теруді және оң теріс петляларды тоқуды үйренетін боламыз. Бұл видео енді тоқыманы бастап жатқан қыздарға арналады. Енді сабағымызды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда алдағы уақытта шығып жатқан сабақтарды ең алғаш болып көретін боласыздар. Ең алдымен бізге осындай спица қажет. Бізге осындай қысқа спицаны да қолдансақ болады, қолымызды жаттықтырып үйренгенше. Және енді бастап жатқан қыздарға орташа қалыңдықтағы жіпті қолдануды кеңес беремін. Бізде жіптер әртүрлі болып кездеседі. Соның бірі, мен осындай сіздерге бір жіпті көрсеткім келіп тұр. Сіздер тоқыманы бастаған кезде осындай жіпті алған кезде әр жіпте осындай этикеткалары болады. Осы этикеткалары арқылы өзімізге керекті мәліметтерді ала аламыз. Мысалы, мына жіпте 100 грамм жіп және 150 метр, және ішінде осындай 82 жүн, 12 махер, 6 нейлон осындай қосындылардан тұрады. И мына жерде қарасаңыздар, спицаның размерлері көрсетілген. 5-тен 9-ға дейінгі өлшемдегі спицаны қолдануға болады. Және крючокта 2 және 5 өлшемдегі крючокты да қолданса болады. Мына жерде қолмен жууға кеңес берген, стиралкаға мүлдем болмайды және үтіктеуге болады деген осындай қажетті мәліметтерді алып, кейін тоқымамызға кіріссеңіздер болады. Енді біз алдымен спицамызды алып петляларды теруді үйренеміз. Ол үшін қолымызға жіпті алып, осындай керекті ұзындықта осындай жіпті осылай аламыз өзімізге. Сосын оны бас бармағымызды және сұқ саусағымызбен қоса отырып, мына жерде 2 саусақтың көмегімен қысамыз да, қолымызға спицаны алып, мына астынан былай бір петляны орап аламыз. Бұл бізде бірінші петля болып саналады. Енді ары қарай петлямызды аламыз. Спицамызды астыға қарай тартып, бас бармағымыздағы жіптің астына кіргіземіз де, сұқ саусағымыздағы жіпті іліп ала отырып, қайтадан осы жақтан шығарамыз. Сөйтіп, жұмыс жібімізді өзімізге қарай тартамыз. Жұмыс жібіміз ол біздегі мынау клубоктағы, мотоктағы жұмыс жібі болып саналады. Ал мына жақтағы жіп, қысқа жіп, ол біз петля теретін жіп болып есептеледі. Енді ары қарай бастаймыз. Қайтадан спицамызды астыға қарай түсіріп, бас бармақтағы жіптің астына кіргіземіз. Одан кейін сұқ саусақтағы жіптен іліп ала отырып, кері қарай шығарамыз да жұмыс жібімізді тартамыз. Осылайша бізде 3-ші петля пайда болды. Мен ары қарай сіздерге жайлап көрсетейін. Сіздер менің артымнан қайталап отырсаңыздар болады. Мінеке 20 петля тердім. Одан кейін жұмыс жібімізді тартқанда қатты қысудың қажеті жоқ. Кішкене босырақ тартыңыздар. Өйткені біз тоқыған кезде спицамыз оңай кіріп, петляларды іліп алуға өзімізге ыңғайлы болу үшін. Енді біз бірінші қарап отырсаңыздар, қай жағы оң, қай жағы теріс петля екені көзге анық көрініп тұр. Осындай колосоктары бар, әдемі көрінген жері бізде оң жақ беті, арт жағында осындай
бұдыр болып көрініп тұрған жер ол теріс жақ беті. Біз тоқымамызды теріс жағынан бастаймыз, өйткені біз оң жағынан тердік, теріс жағынан тоқымамызды бастаймыз. Ол үшін мынау жұмыс жібіміз, қысқа жібімізге тиіспейміз, ол солай тұрады. Осындай жұмыс жібімізді аламыз да спиціміздің үстіне қоямыз. Саусағымызбен осылай ұстап, осының көмегімен тоқитын боламыз. Оң қолымызға спицімізді алып, ең бірінші петляға ортасына кіргіземізді. Спицімізді мынау жіпті оң спицаның алдына жіберіп, бірінші петлямызды тек қана түсіріп аламыз. Бізде бірінші петля ешқашанда тоқылмайды. Енді келесі петляны тоқимыз. Ол үшін оң спицамызды петляның ішіне кіргізіп, саусағымыздың көмегімен жіпті направить етіп отырамыз. И саусағымыздың көмегімен жіпті жіберген соң оң спицымен бір петля шығарамыз. Осындай жіпті іліп алып, и сол жақтағы петляны түсіреміз. Келесі көрем. Спицімізді кіргіземіз, жібімізді жібереміз. Оң спица жаққа ол спицінің көмегімен іліп аламыз бір петляны, және сол спицідегі мына жақтағы петляны шығарып жібереміз. Осылайша мына мұқият қараңыздар мына. Бос тергеннен кейін бізде спица оңай кіретін болады. И өзімізге де тоқу өте жеңіл болады. Мінеке, енді оңға қаратамыз. Бұл енді бізде оң жақ беті. Енді оң петлялармен тоқимыз. Ол үшін оң жақтағы спицаны алып, бірінші петляны тек қана іліп шығарамыз. Мен айтқандағыдай, бірінші петля ешқашанда тоқылмайды. Келесі оң спицаны петляның ортасына кіргізіп, саусағымыздың көмегімізбен жіпті іліп, спицымен петля шығарып алатын боламыз. Спицаны кіргіземіз петляның ішіне, саусағымыздың көмегімен петля ілеміз де, спицымен петляны шығарып, сол жақтағы петляны жібереміз. Мен специально сіздерге жай тоқып көрсетіп жатырмын. Қолдарыңыз үйренгенше осылай тоқыңыздар. Мен сіздермен тағы бір 2 қатар тоқимын. Ары қарай өздеріңіз қолдарыңызды жаттықтырып тоқуға кеңес беремін. Мінеке, теріс петлялар. Мінеке, оңға қараттық. Алғашқы петлялар тоқылмайды, тек қана іліп аламыз. Келесі мінеке, спицімізді петляның ортасына кіргізіп, саусағымызбен жіпті ілеміз де, бір петля шығарып алып, сол жақтағы петляны жібереміз. Мінеке.
Мінекей оң петляларды тоқып шықтым. Енді сіздер де қолдарыңызды жаттықтырып, ары-бері тоқып үйреніңіздер. Сіздерге сәттілік. Ал егер менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.